Ниязова Данагүл Аралбаевна, номер 22-ші еңбек орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Қазақ тілі 7-ші сынып. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы отан үшін от кешкендер. Сабақтың оқу мақсаты. Тыңдалым және айтылымның 4-ші мақсаты. Мәтін тақырыбы. Сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Әдеби тілдік норманың 4-5-ші мақсаты оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Осы сабақтың бағалау критерийі. Мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайды. Оқшау сөздердің қызметін түсінеді, оқшау сөздерді ажырата біледі. Олай болса балалар, бүгінгі сабақтың бірінші тапсырмасын орындайық. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді мұқият оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Зұлмат, соғыс. Осы бір шағын тіркесті айта қалсаң, көз алдыңа әлемнің ауыр қасіреті келеді. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген патриоттық сезімі мен жан қиярлық ерлігін көрсетті. 500-ден аса жерлесіміз, оның ішінде 96 қазақ Кеңес одағының батыры атағын алды. Қазақстандық Кеңес одағының батырлары арасында қарулы күштердің барлық түрі мен құрама өкілдері, мамандары және қатардағы жауынгерден дивизия командиріне дейінгі әскери атағы бар адамдар болды. Олар Талғат Бигелдинов, Мәлік Ғабдуллин, Нұркен Әбдіров, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова және басқалары. 1941 жылдың ызғарлы 15-16 қарашасында басқыншы неміс фашистері Кеңестер одағының астанасы Мәскеу қаласына жойқын шабуылын бастады. Қазақстанда жасақталған генерал Иван Панфиловтың басқаруындағы 316-шы атқыштар дивизиясының 1075-ші атқыштар полкінің жауынгерлері мұздай қаруланған екесе көп жауға Дубосеково разъезінің түбінде қарсылық көрсетіп, қайсарлық пен ерен ерліктің үлгісін көрсетті. Оның ішінде 28 Панфиловшы батырдың бір қадам кері шегінбей, қасық қаны қалғанша айқасатыны да осы тұс. Жауға қарсы шайқастар майданның алдыңғы шебінде ғана емес, алыстағы қазақ ауылдарында да жүріп жатты. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқынды өз бауырына аналық мейіріммен тарта білді. Қазақстан халқы күн-түн демей астық алқаптары мен зауыттарда еңбек етіп, майданға керекті оқ-дәрі мен азық-түлік жеткізуші үлкен арсеналға айналды. Еңбек даласында бел жазбай жұмыс істеген әйелдерсіз, қарттарсыз, буыны бекімесе де, иықтарына үлкен ауыртпалық түскен жасөспірімдерсіз жеңіс күнін елестету мүмкін бе? Ал енді балалар, қазір мәтін мазмұны бойынша ой-түрткі сұрақтарға жауап беріңіздер. Соғыс дегенде ең алдымен көз алдымызға не елестейді? Батыр ата-аналарымыз ел үшін, жер үшін, ұлы жеңіс үшін қалай соғысты? Тылдағы қариялар
әйелдер мен балалар қалай еңбек етті? Қалай ойлайсыңдар? Сол кездегі балаларда балалық шақ болды ма? Енді осы тапсырманың дескрипторы мәтінді мұқият оқиды, негізгі ойды анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Қалыптастырушы бағалауымыз бір ұсыныс, бір тілек әдісі. Ал енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың әдеби тіл нормасы оқшау сөздер. Алдымен сіздерді оқшау сөздер деген ұғыммен таныстырып өтейін. Сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылатын ойға қатысы бар сөздер кездеседі. Олар оқшау сөздер деп аталады. Оқшау сөздер қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөздер болып бөлінеді. Мысалы, жолдастар, майданда біздің әскерлер жан аямай соғысуда. Демек, біз жеңеміз. Алақай, біз жауды жеңдік. Осы мысалдардағы қара сөзбен берілген жолдастар қаратпа сөз, демек қыстырма сөз, алақай одағай сөз. Балалар, бұл сөздер оқшау сөздердің түрлері болып табылады. Ал енді балалар, осы оқшау сөздермен олардың түрлеріне байланысты бірнеше мысалдар айтыңыздаршы. Екінші тапсырма. Мәтін мазмұнын талқылаңдар, оқшау сөздерді тауып, түрлерін ажыратыңдар. Оқушылар, бұл екінші тапсырма сіздердің оқулықтарыңызда берілген. Мен қазір сіздерге үлгі ретінде ғана таныстырып өтемін. Менің жастығым адам баласының қызметіне берілді. Мүмкін мен жастығымды қайыра алмаспын, бірақ ол босқа кетпейді. Менен кіші інілерімнің еншісіне тиеді. Осы сөйлемдегі мүмкін сөзі қыстырма сөз. Сіздер дәл осы үлгіні басшылыққа ала отырып, тапсырманы толық орындайсыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтін мазмұнын талқылайды, оқшау сөздерді табады, түрлерін ажыратады. Ал қалыптастырушы бағалау идея туралы пікір әдісі. Балалар, келесі тапсырма жазылым. Төртінші тапсырма. Меніңше жеңіс деген тақырып бойынша өз ойларыңды ассоциативті кестеге түсіріңдер. Осы тапсырманың дескрипторы өз ойларын еркін жеткізеді, ассоциативті кестеге түсіреді. Ал қалыптастырушы бағалау 3Q әдісі. 3Q әдісін сіздер бұрынғы сабақтанда өте жақсы білесіздер. Яғни, осы тапсырмадағы қиын мәлімет, осы тапсырмадағы құнды мәлімет, осы тапсырмадағы қызық мәліметті айтып өтесіздер. Ал енді балалар, сабақ та соңына жақындап қалды. Осы сабақ бойында алған білімдеріңізді осы ойды аяқта деп аталатын кері байланыс әдісіне салуларыңызды сұраймын. Бүгін мен не білдім? Қандай қиындық тудырды? Мен үйрендім. Қолымнан келді. Осы толымсыз сөйлемдерді аяқтап, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді қорытындылауларыңызды өтінемін. Ал үйге берілетін тапсырма 5-ші тапсырма. Газет
журналдар мен ғаламторды пайдаланып, еліміз үшін жан аямаған ардақты азаматтар туралы мәлімет жинаңдар. Оқшау сөздерді кірістіріп, бірнеше сөйлем жазыңдар. Сау болыңдар, оқушылар.